Салем сіздерге бүгін Булька Brothers. Және біз бүгін Алиэкспресстен келген посылканы ашатын боламыз. Қайсысын ашамыз? Білмеймін. Ne işe duracak koy? Шаби, қосында $10 сатып отық қой мынаны. Мынау Қытайдың ауасы. Как қосында? Апа, умаш. Хорошая шутка. Қайсысына шақ болады, а? Комментарияға жазып кетіңіздер, келесі видеода ашатын боламыз. Чао! Бірінші кішкентайдан бастайық та без прикол. Мынадан бастайық сен. Опа, микрофон. Көрсетейік сіздерге. Опа! Микрофон не сияқты. Да что ты, черт побери, такое несешь? Міне қараңыздар. Микрофон. Міне телефонға тығылатын жақтары. Жақсы па еді? Көрейік. Былай. Бір батыр орындаса, ол деген бі қалайса? Кәдім. Малға келді. Нама. Өстер. Енді тексеріп көрейік. Біздің камерамнан микрофонды қабылдамай тұр. Осыған байланысты біздер интернеттен қарап көріп едік. Бұған әлі переходник керек екен. Қытайда негіз маркетинг біліп тұр ғой. Біздер видеоның сапасын жақсартайық деп едік, онымен болмады. Кейіністен жағы асылды. Нашамды. Ашырыш. Опа! Что это? Лента свечи надо. Да что ты, черт побери, такое несешь? Жамай тоңсыз. Енді тексеріп көреміз егер жасамай қалды да бірдеңе болмаса. Мана біздер мынандай затқа жаладық. Ат зат екен білмеймін. Короче, хрен. Короче, мен зарядканың андай жерін жалғадық. Енді мана дейстен. Шыда. Көзбай. Ойбай, қайыңды әртірме. Қараңыздар. Целый 5 метрден только міне 2-ақ точка жанып тұр. Бля, Қытайда сендер емес па? Бұқтап жағансың ғой. Хорошая шутка. Базар жоқ бұрай. Ой, әкеш қысқарақ қойсы келесің. Қазақтар мақтын емес. Ана бетіне жауатын ғой, ана жарықтың. Көштерін ашсын. Мінекей. Ашсын. Ой, қойсайд. Бір сенкін ашылайсы. Ішінде тағы. Жоқ. Аңғалай қоятыр.
Мынау не зат көкем-ау. Неге заказ берген өзің жүреді. Бас. Көрсетейік. Мінекей қараңыздар мынандай ойбай. Өзімде төрт жетіне қалап қалып ма дей сақтың Ой! Осындай. Мінекей. Не айтын айтсаң, мына төртеуіме лампочка қалып та нұғылақ жоқ па не? Қарасаң ішінде. Менікі де болуы мүмкін, менікі қарайшы. Так, көтер жүректі көрсетейін. Мынандай. Болса ашсаң ішіне бармасаң. Жоқ па не? Потом маңызын бар. Қытайлар бар ғой. Бүгінгі видеодан бүкіл басылып бәрі бұртты бар ғой, оны бандыр айтты ғой. Короче, осындай крутой софтбобой. Привет! Ана бетіне жабатын ана темірлік осылай ұстап тұрады, типа. Бірақ томарық жоқ, таба алмады. Егер алдық бар болсын, бар болсын. Ой-ой. Бабло ушел. Енді қазір өзіміз астына қоятын жасап көрейік. Болмайды оғансыз бар. Кетті, онда, кетті. Yeah. 2 hours later. Енді өзімінің өстіп құрасты да, қара ғой енді, тексеп. Тақшы тоғын. Ой, пуф. Тоқсан жаққа. Мынау енді бетіне татын матасының мен... Міне анжелінде лампочка дәді. Мына төртеу қалып да, төрт бұрышын ұстап тұру үшін. Бірақ біз өте керемет доға сол енді. Лампочка түсіреді жағыға. Астына біз ағаш салдық, сол қадалып тұру үшін. Одан кейін пластикалық тұрба салдық ойын. Бұлтпен қадалдық ағашқа. Қозғалмаш. Бірақ онша шықпай алған жақты енді. Көрейік енді. Құлақ. Жара дерскен базар қойға біраз. Айналасында қытайлардың бәрі бүлдірген оған. Мақта негіз качествосы ұрып тұр. Просто кейбір жерлерді недостатықты. Артындағы доңғалағы жоқ болған жаман болды негізі. Қазір светті өшіріп, сосын қайттан қосып, соның разницасын көреміз. Осылай дұрсы, жақ қойындар. Жақ қосылай дұрсы. Есей сатырайын мені қасыммен қатар қосылай ғой. Бетчестай балалай бәді. Мұнау біздің мана эксклюзивный штатив. Қараңыздар, $2 миллион. Енді видео осымен соңына жетті. Бізде почти бүкіл посылкының бәрі өзі біздің ойымызша шыққан жоқ. Өкінішті әрине, егер бұл видео сіздерге ұнайтын болса, онда лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Бірақ бұл арнаға міндетті жазыңыздар. Және де сау. Базат болыңыздар. Басыңыздар. Баласыңыздар алай